Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мариям. Бүгін үй жағдайында өте оңай дайындалатын картошка по-деревенски дайындаймыз. Мен бауырларымды қуантайын деп кешкі асқа осы тамақты пісірдім. Ең алдымен бізге картоп керек. Картоптың қабығын ашып, тазалап жуып аламыз. Және барлығы бірдей болған жақсы. Барлығын видеодағыдай кесіп шығамыз. Менің отбасымда көп адам болғандықтан, мен 2 килограмм картоп дайындадым. Картопымызды қайнататын ыдысымызға кескен картопымыздың барлығын салып шығамыз. Және де үстіне картоп бататындай су қоямыз. Бөлме температурасындағы суды құйып шығамыз. Сосын отқа қойып, қайнағанын күтеміз. Асты қатты отта тұрады. Картоп езіліп кетпеу үшін тұз салмаймыз. Осылай көбігі шыққаннан кейін 4 минут қайнатамыз. Суда шала піскен картопты судан сүзіп аламыз. Біздің картопымыз кішкене қаттылау болады. Дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка салуға болады. Мен және де чеснок салдым. Өзіңіз қалауыңызша басқа да специялар салуға болады. Өзіңізге ұнаған дәмдеуіштерді салуға болады. Және де кориандр салуға да болады. Дәмі өте күшті болады. Мен картопқа тұз, паприка, қара бұрыш, чеснок салдым. Мен 3 қасық сұйық май қойдым. Және де оливковое масло да құюға болады. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Лопаткамен немесе қасықпен, қолмен де араластыруға болады. Осылайынан араластырып болғаннан кейін біз картопымызды 10 минутқа қойып қоямыз. Қонақ келместен бұрын осылайынан тамақты ысылай пешке пісіріп, қонаққа беруге болады. Ысылай өте дәмді болады. Және де осы противенге барлығын әдемілеп қойып шығамыз. Пешті алдын ала 180 градуста қыздырып қоямыз. Піскен картопты аджикамен немесе кетчуппен ұсынуға болады. Енді картопты 180 градуста пешке пісіріп аламыз. 15 минутта пісіп шығады. Видеода көрініп тұрғандай өте дәмді болып шығады және тесте болып шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үй іштеріңізді, бауырларыңызды қуанттыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Міндетті түрде комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Өйткені әлде көптеген рецепттер болады. Соны жіберіп алмаңыздар. Сіздермен болған Мариям. Барлықтарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.